Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, қамыры жыртылмайтын, езілмейтін және де беті қатпайтын мантының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысқа салқын су құйып, оған тұз және 2 жұмыртқа жарып салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, шетінен жайлап салып отырамыз. Себебі ұнның бәрін бірден салсақ, ұны көп болып кетсе, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Осылай июін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Мінекей қамырдың тығыздығы осындай орташа болады. Енді салфанға кигізіп 20 минутқа тындыруға қоямыз. 20 минуттан кейін қамырды алып, 2-ге бөліп, осылай қайтарып аламыз. Қайтадан салафанға салып, тындыруға 20 минутқа қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Фарштың үстіне майдалап туралынған пияз, сәбіз және картошка қосатын боламын. Татымына қарай тұз және қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мантының салмасын өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар да болады. Фаршымыз дайын, енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырды қалың қылмай, жұқалау етіп жаямыз. Егер фарштарыңыздың майы аз болса, қосымша құйрық май турап салып жіберіңіздер, сол кезде мантыларыңыз сочный, өте дәмді болып шығады. Қамырды жайып болғаннан кейін осылай оқтауға орап, қамырды осылай бірін үстіне бірін жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ара қашықтығын көз мөлшерімен бірдей қылып кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды бірін үстіне бірін ұзыннан жайып шығамыз. Қамырды 4 бұрыштығы бәрін бірдей қылып кесіп аламыз. Қамырдың барлығын жайып, үстіне салмасын салып, түйіп шығамыз. Түйген мантының бетіне сұйық май жағып шығамыз, сол кезде беті қатты болмай піседі. Мантымызды мантаваркіде қайнап тұрған суда 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей мантымыз дайын, қамыры езілмей, жыртылмай, беті де қатпай, өте дәмді болып шыққан. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.